Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін мектепшілік олимпиадасының бір есебін қарастырайық, бір қызықты есеп. Есептің шарты көз алдыңызда. Дұрыс 99 бұрыштың төбелерінде 10 сары және 10 жасыл нүктелер белгіленді. Кез келген екі жасыл нүкте және кез келген екі сары нүктелер арасындағы ара қашықтықтар әртүрлі болуы мүмкін бе деп сұрап тұр. Так, бізде дұрыс көп бұрыш болғандықтан, яғни дұрыс 99 бұрыш. Онда біз осы 99 бұрыштың 99 бұрышқа сырттай шеңбер саламыз. Яғни бұл 99 бұрыштың төбелерін шеңбердің бойында орналасқан 99 нүкте ретінде қарастырсақ болады. Сонда осы 99 нүктенің ішінде 10 нүкте сары түске боялған және қандай да 10 нүкте жасыл түске боялған. Сонда бізде сұрап тұрған нәрсе, кез келген екі сары нүкте мен кез келген екі жасыл нүктенің ара қашықтықтарын алып салыстыратын болсақ, қандай да бір екі қашықтық тең болуы мүмкін бе деп сұрап тұр. Так, бұл есепті шығару үшін мынандай нәрседен бастайық. Бір мысалды мен келтіріп кетейін. Мысалы, мына жерде бір сары нүкте болсын, және мына жерде мысалы бір сары нүкте болсын. Так, осы екі сары нүктені белгілеп қояйық, және басқа бір жерден екі жасыл нүктені белгілеп қояйық. Мысалы, мына жерде бір жасыл нүкте болсын, және мына жерде бір жасыл нүкте болсын. Енді мына нәрсеге назар аударайық. Егер осы екі сары нүкте мен осы екі жасыл нүктенің арасы тең болса, яғни аралығы деген сөз, ол ара қашықтығы, егер осы екі кесіндінің ұзындықтары тең болса, оның теңдігін қалай пайдалануға болады? Бұл жерде мынандай әдіс қолдануға болады. Қарайық. Так, егер мынау нүктені мен А1, екінші сары нүктені мен А2 деп белгілесем, ал мынау бірінші жасыл нүктені Б1, мынаны Б2 деп белгілесем. Және егер олардың аралары тең болса, онда мен мысалы жасыл нүктелерді өз орындарында қалдырып қойып, сары нүктелерді егер айналдыра бастайтын болсам, осы шеңбердің бойымен, мысалы сағат тіл бойымен мен мысалы айналдыра бастасам, онда А2 нүкте Б2 нүктемен беттескен кезде А1 нүкте Б1 нүктемен беттеседі. Ол түсінікті. Яғни А2-ні мен жылжытып отырып айналдырған кезде ол Б2 мен беттескен сәтте А1 мен А2-ның қашықтығы, яғни А1 А2 доғасының, мынау доғаның ұзындығы Б1 Б2 доғаның ұзындығына тең болғандықтан, онда екінші нүкте сол сәтте Б1 нүктесімен беттеседі. Яғни А1 нүктесі Б2 мен беттеседі. Сол сәтте А2 нүкте Б1 нүктемен беттеседі. Бұл шарт орындалады, егер А1 А2 тең болса Б1 Б2-ге. Жалпы бұл түсінікті деп ойлаймын. Және мынандай нәрсеге назар аударайық. Мысал үшін мен үш нүктені белгілеп қояйын, мынау шеңбердің бойынан. Мысалы, үш нүкте егер белгілейтін болсам, мысалы, мынау бірінші нүкте болса, бірінші нүкте өз-өзіне қайтып айналып келу үшін, яғни егер үш нүкте болса, онда 1, 2, 3, яғни 3 айналым жасау керек. Біздің жағдайымызда бізде 99 нүкте белгіленген шеңбердің бойында. Демек, қандай да бір нүктеден бастап сағат тілімен айналдыратын болсақ, ол 99 айналымнан кейін қайтадан сол нүкте өз-өзіне қайтып келеді, өз орнына қайтып келеді. Так, бұл жердің барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді тікелей есептің шығару жолына көшейік. Яғни бізде 99 бұрыш берілген. Яғни шеңбердің бойында 99 нүкте белгіленген. Енді осы 99 нүктелердің қандай да бір 10 нүктесін қандай да бір тәртіппен, мысалы 10 нүктесі сары түске, 10 нүктесі бір жасыл түске боялсын. Енді оның барлығын мен бояп отырмайын, былай шамамен көрсетіп қояйын. Мысалы жасыл нүктелер, сары нүктелер, жасыл нүктелер. Так, мысалы мына жерде жасыл нүктелер белгіленсін.
қалғандары қара түсті болып қала берсін. Так, енді қарайық. Мысалы, мен қандай да сары нүктелерді, так, былай деп жазып қояйық. Жасыл нүктелер өз орнында қалсын, өз орнында қалсын. Яғни олар қозғалмайды. Өз орнында қалсын деп жазып қояйық. Ал сары нүктелерді сағат тілмен айналдыра бастаймыз. Мысалы, мынау сары нүкте А1 деп белгілеп қояйық. Енді мен барлық сары нүктелерді А1, так, мысалы, мынау нүкте А2 деп белгілеп қояйық, мынау сары нүктені А3 деп белгілеп қояйық. Мен жасыл нүктелерге тиіспеймін. Ал сары нүктелерді сағат тілмен бастап айналдыра бастаймын. Бізде барлығы 99 нүкте болғандықтан, мысалы, мынау бірінші нүкте А1 деген, ол 99 рет айналып болғаннан кейін қайтадан өз-өзіне келеді, яғни қайтадан осы жерге келеді. Өз орнына қайтып оралады мынау сары бірінші нүкте. Сол сияқты барлық сары нүктелер 99 айналымнан кейін өз орындарына қайтып келеді. Енді қарайық. 99 рет айналдырған кезде, мысалы, мынау бірінші А1 деген нүктеміз, яғни мынау бірінші А1 деген нүктеміз, ол барлық қалған нүктелерді басып өтеді, яғни беттесіп өтеді. Сол кезде, мысалы, А1 нүктесі, мысалы, мынау жасыл нүктені Б1, мысалы, мынау Б2 нүкте, мысалы, мынау Б3, Б4 деп белгілесем, мынау бірінші нүкте осы нүктелердің барлығын бір реттен басып өтеді. Түсінікті, Сол сияқты, мысалы, мынау А2 нүктеміз, ол да барлық жасыл нүктелерді бір реттен басып өтеді. Демек, бізде 10 сары нүкте бар. 10 сары нүктенің әр қайсысы 10 жасыл нүктені басып өтеді. Яғни 10 көбейту 10, 100 рет басып өтеді. 100 рет басып өтеді. Яғни 100 рет беттеседі. Сары нүктелер мен жасыл нүктелер 100 рет беттеседі деген сөз. Бірақ бізде айналымдар саны нешеу? 99. Бізде айналымдар саны 99. Яғни 99 рет айналым жасағаннан кейін барлық сары нүктелер өз орындарына қайтып келеді. Алдында ескерткенімдей, жасыл нүктелерге тиіспейміз, олар өз орнында қатып қалған. Ал сары нүктелер сағат тілімен осылай бір реттен айналып өтеді. Сол кезде әрбір сары нүкте қалған 10 жасыл нүктенің барлығын бір реттен басып өткендіктен 10 сары нүкте 10 жасыл нүктемен 100 рет беттеседі. Түсінікті, Ал бізде айналулар саны 99. Демек, Дирихле принципі бойынша қандай да бір айналымда, мысалы, бірінші айналым, немесе екінші айналым, немесе қандай да бір нөмірі қасыншы айналымда беттесулер саны кемінде 2 болады. Яғни 2. Так, мына жерге жазайық, жоғары қарай көрінетіндей қылып. 2 сары нүкте қандай да бір айналымда 2 жасыл нүктемен беттеседі. Түсінікті, себебі беттесулер саны 100 болғандықтан, ал айналдырулар саны 99 болғандықтан, онда әр айналымда бір жасыл, бір сарымен беттесетіндей болса, онда барлық беттесулер саны 99 болатын еді. Максимум. Бірақ бізде беттесулер саны 100 болғандықтан, қандай да бір сәтте 2 сары нүкте 2 жасыл нүктемен беттесіп кетеді. Яғни қандай да бір сары нүкте, мысалы АМ десек, қандай да жасыл нүкте БМ-мен беттеседі. Тура сол сәтте АН деген сары нүкте, БН деген жасыл нүктемен беттеседі. Бұл не деген сөз? Бұл АМ, АН кесіндісі, яғни осы екі сары нүктенің арасы, БМ және БН екі жасыл нүктенің арасында қашықтыққа тең болады деген сөз. Демек, 99 нүктенің оның қандай тәсілмен боямасақ та, оның жасыл және оның сары түске. Кез келген бояуда қандай да бір екі сары нүктенің арасы, екі жасыл нүктенің арасында тең болатын, сондай нүктелер жұбы табылады деген сөз. Дирихле принципі деген жалпы кең танымал принцип. Бұл жайында Дирихле принципіне жайлы тоқталмай қояйын.
жалпы түсінікті болып тұр деп ойлаймын осы түсіндіру барысы. Жалпы есеп қиын емес, бірақ өте қызықты. Егер сізге бұл есеп түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Егер түсініксіз сұрақтар болса, комментарийдан сұрасаңыздар болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.